Жер бетіндегі ең қауіпті өсімдік мансанелла. Оны ұстау және жемісін жеу былай тұрсын, тіпті қасына жақындауға да болмайды. Себебі одан ағып тұрған шық тамшылары өте қауіпті. Жаңбыр жауып тұрған кезде оның астына барып тығылсаңыз, өзіңіздің басыңызға бәле тілеп алғаныңыз. Себебі талдан аққан жаңбыр суы өте улы. Бекерден бекер. Бұл өсімдікті өлім ағашы, ал жемісін өлім алмасы деп атамаса керек. Мансанелла Кариб аралдарында, Оңтүстік Америкада, Панамада және Венесуэлада өседі. Олар ылғалды өте жақсы көреді. Сондықтан осы елдердің жағалауында бұл өсімдік өте көп. Бұл ағаш көптеген адамның өмірін алып кетті. Сондықтан мансанелла өсіп тұрған жерлерге ескерту белгілерін қояды. Бір уақыттары бұл өлім ағашын жойып жібергілері де келген, бірақ ол өте қиын іс еді. Себебі оны кескен кезде одан улы шырын шашырайды, ал денеге тисе жазылмайтын жараға айналады. Егер қанға түссе, онда ол адам өледі, ал көзге тисе адам соқыр болып қалады. Оны жағуға да болмайды, себебі бөлінген түтін өте улы. Сіз бүгін жер бетіндегі ең улы өсімдікпен таныстыңыз. Егер ұнаса лайк басып, пікір қалдырып достарыңызбен бөлісіңіз.